Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Classroom Screen дейтін сайтпен таныс боламыз. Ол үшін Google бағдарламасына Classroom Screen деп жазамыз, және де ең бірінші болып қай сайт шығады, соның үстін басамыз. Басқа кезде бізде автоматический переводчик шықты, яғни сайтты орыс тіліне аударды. Бұл сайтта, Classroom Screen сайтында тіркеліп жұмыс жасасаңыздар да болады, және тіркелмей жұмыс жасасаңыздар болады. Біз тіркелмей жұмыс жасайтын боламыз. Міне бізде Classroom Screen сайтының жұмыс беті ашылды. Ашылғаннан кейін бұл жерде төмен қарай түссеңіздер, тіл түсініксіз, сол себепті тілін өзімізге түсінікті тілге аударамыз. Ол үшін оң жақ бұрыштағы 3 кнопканы басамыз. Басқаннан кейін Settings деп ең бірінші тұрғанды таңдаймыз. Таңдағаннан кейін бұл жерде English деп тұрған жерді түсінікті тілге, бұл жерде қазақ тілі жоқ, енді бізге орыс тілі түсінікті болғандықтан сол тілді таңдаймыз. Міне төмен қарай түссеңіздер, барлығы түсінікті болды. Енді ең бірінші болып бізде обой тұр. Обойды таңдағаннан кейін бұл жерде кез келген картинкалар, суреттер шығады. Өздеріңізге ұнаған суретті таңдай аласыздар. Мен яғни однотонный суретті таңдаймын. Екіншісі опрос, бұл сабақтың соңында рефлексия жүргізуге өте керемет әдіс. Міне біріншісін басатын болсақ, бұл жерге сұрақ қоя аласыздар. Мен сұрақ дайындап қойдым, яғни сабақтың соңында сіздерге, оқушыларға бұл сабақ сіздерге ұнады ма деген секілді, бүгін сабақ қалай өтті деп ойлайсың деп сұрақ қойсаңыздар болады, және де кез келген астына керемет, бәрі түсінікті. Осылай алдын ала дайындап қойсаңыздар да болады. Екіншісі, жақсы түсіндім. Жақсы түсіндім, орташа, және де түсінбедім. Соңғысы, түсінбедім, сұрақтарым бар деген секілді кез келген жауаппен қоса берсеңіздер болады. Төмен қарай түссеңіздер, дизайнын ауыстырсаңыздар да болады, яғни дөңгелек түрінде, диаграмма түрінде жауаптарды көрсете аласыздар, және де кез келген түсте рефлексия жасай аласыздар. Міне басқаннан кейін көздің суретін бассаңыздар, кім жауап беріп жатқаны белгісіз. Мысалы, бірақ 5 міне адам саны тұр, төмен қарай қарасаңыздар 6-7 деген цифралар ауысып жатыр. Міне 10 оқушы бізде баға берді. Көзді ашсаңыздар, міне оқушылардың қандай жауап бергендерін көрсеңіздер болады. Келесі түрі ол смайлик, яғни бұл жерге де сұрақ қойып, төмен қарай қарасаңыздар, кез келген 2 смайлик, 3 смайлик, 4, 5 кез келген таңдап, осылай сабақ кезінде пайдалана берсеңіздер болады. Екіншісі, имя наугад, яғни сабақты кімнен сұраймын. Бұл жерге де оқушылардың атын осылай Word документке дайындап қойсаңыздар, осылай қоя салсаңыздар, міне сабақты кімнен сұраймын. Яғни стрелканы бассаңыздар, кез келген оқушының аты шығады, яғни Дариғадан бүгін сабақ сұраймыз деп сабақ сұрасаңыздар болады. Келесі QR-код жазсаңыздар болады. Мысалы, белгілі бір тапсырманы, шығарманы қойып, QR-код қойып қойсаңыздар, жоғары кластың оқушылардың барлығында қазіргі уақытта смартфон бар. Осы смартфонмен алып QR-кодты сканерлеп тапсырманы жасай алады. Одан кейін уровень звука. Міне сабақта ТЖБ, БЖБ тапсырған кезде осы уровень звуканы қойып қойсаңыздар болады. Яғни осы ешкім сөйлемеу қажет, қатты сөйлесе дауыс шығады. Яғни қатты сөйлеген сайын осындай звук шығып отырады. Келесі бізде изображение қоюға болады. Одан кейін текст жазсаңыздар болады. Одан кейінгі белгі сурет салуға болады. Рабочий символы жаңа айтып өткендей без звука, мына екеуін, және уровень звука екеуін бірге қойып сабақ сұрасаңыздар да болады. Яғни БЖБ, ТЖБ тапсыратын кезде без звука қойып, және де осы дауысты қойып қойсаңыздар болады. Мына ешкім сөйлемейтін болса, осылай звукты өшіріп қоямыз. Басталған кезде осылай звукты қосып қойсаңыздар болады. Және басқа символдарға ауыстырсаңыздар, мына қасындағыдан тыныш қана сұрау, қасындағы отырған оқушыдан бір-бірімен ақылдасып отырып жұмыс жасау, және топтық жұмыс деп осылай символдар қойсаңыздар болады. Светофор әдісі, яғни тапсырманы бастамаңыздар, дайындалыңыздар,
және де бастаңыздар деп осылай да тапсырма берсеңіздер болады. Таймер қойсаңыздар болады. Мысалы, 1 минутқа таймер қойып қоясыздар. Уақыт көрсетуге болады. Одан кейін календарь. Осындай нарды тасы бар. Осыны да сабаққа әдіс ретінде пайдалансаңыздар болады. Мынаның барлығын өшірсеңіздер де болады. Мына X-ті басып. Және де группа топқа бөлсеңіздер болады. Жаңа оқушылардың атын жазып, қанша топқа бөлесіздер? 2 топқа бөлектеліп, міне көп топқа бөлуге болады. 2 топқа бөлетін болсақ, міне оқушылардың жазылған аттары осылай 2 топқа бөлінеді. Осы әдісті де топқа бөлу әдісін пайдалансаңыздар да болады. Одан кейін бізде секундомер, яғни кітап оқыған кезде, белгілі бір шығармашылықты оқыған кезде бастайсыздар, яғни осы аралықта оқушы кітап оқып шығады. Одан кейін веб-камера пайдалансаңыздар, және де видеоролик, осы жерге кез келген видеоның ссылкасын қойып, видео көрсетсеңіздер де болады. Мысалы, мына таймеріміз бітті. Емтихан кезінде пайдалансаңыздар осы әдісті өте керемет, яғни міне жазылып кнопканы басып, оқушыларға 10 минут көлемін беріп, және де символ қойып, осылай БЖБ немесе ТЖБ тестін алсаңыздар болады. Яғни жазыл кнопканы басып, светофорда бастаңыздар деп, тыныш отырыңыздар, және де звукты қосып, осылай пайдалансаңыздар өте керемет әдіс. Менің каналымдағы видеолар сіздерге ұнаса, менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.